Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте оңай дайындалатын, әрі өте дәмді болып шығатын десертті жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен қатпарлы қамыр керек болады, яғни дүкеннен сатып алған, ашытқы қосылмай жасалған қатпарлы қамыр керек, яғни слоеное тесто керек болады. Оны осылай әдемілеп ұн қосып жайсаңыздар да болады, қоспай жайсаңыздар да болады. Осылай қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Содан соң видеода көрсетілгендей осылай 3 бөлікке бөліп шығамыз. Содан соң оның ортасынан тағы бөлеміз, яғни бізде квадраттарға бөліп шығуымыз керек. Міне бізде қамырымызда жалпы 6 бөлікке бөлінеді. Содан соң видеодағыдай 2 бұрышын беттестіреміз. Содан соң пышақтың көмегімен бұрышына жеткізбей екі жағын кесіп аламыз. Видеоны мұқият қарасаңыздар, барлығы түсінікті. Міне осылай кесіп алғаннан соң ашамыз да қамырымызды жаңағы кесіп алынған жерін төменге, ал төменін жоғарыға жіберіп, осылай видеодағыдай қойып шығамыз. Міне біздің десертіміздің қамыры осылай оп-оңай болып дайындалады. Егерде өздеріңіз кішкентай қылып қаласаңыздар, солай кішкентай қылып кесіп алып жасасаңыздар болады. Менде бұл жерде орташа көлемде етіп кестім. Өйткені қазір піскенде көтеріліп, одан сайын үлкен болып тұрған қамыр кішіреюі мүмкін. Сол үшін осылай орташа етіп кесіп алдым. Міне қалған қамырларды да тура видеодағыдай етіп жасап алып жатырмын. Міне қамырымыздың барлығын осылай жасап аламыз да листке орналастырамыз. Содан соң үстіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Жұмыртқаны жағу міндетті, өйткені қазір десерттеріміздің қамыры жылтырап әдемі болып тұру үшін жұмыртқа жағамыз. Жұмыртқаның барлығын жағып болғаннан соң қызып тұрған пеште 180 градуста 30 немесе 40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің десертіміздің қамыры осылай әп-әдемі болып көтеріліп піседі. Пештен шығарғаннан соң міндетті түрде толық суытып барып крем жағамыз. Менде бұл жерде жай ғана қарапайым қаймақты крем, яғни қаймақ пен қант ұнтағы араласқан. Сіздер өздеріңізге ұнайтын әртүрлі кремді қолдансаңыздар болады. Ең бастысы сұйық крем болмауы керек. Міне осылай әдемілеп кондитерлік қапшықпен осылай жағып шығамыз. Бұл десерттерімізді әртүрлі қылып сәндесеңіздер де болады. Менде бұл жерде алма және мандарин болды. Сіздер құлпынай, малина деген сияқты әртүрлі жеміс-жидектермен әсемдесеңіздер болады. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Және достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Менің каналымда өте көп торттардың, тамақтардың, неше түрлі пирог, немесе осындай десерттердің рецептілері бар. Міндетті түрде көріп жасасаңыздар болады. Түсініксіз жерлері болса, комментарийде сұрасаңыздар да болады. Міне біздің десертіміз одан әрі әдемі болу үшін үстіне қант ұнтағын сүйіп шығамыз. Өте көп емес, кішкене етіп себіңіздер. Міне осымен біздің десертіміз оп-оңай болып дайындалады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Міне біздің әп-әдемі десерттеріміз осымен дайын. Түрі өте әдемі, әрі иісі де хош иіс, бүкіл үйді алып кетеді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Міне қазір сіздерге ішкі көрінісін көрсетемін.
өте әдемі болып шыққан. Достар, міне ішкі көрінісі өте әдемі болып шыққан. Крем осылай әдемі болып тұрады және қытырлақ болып күшті болып шығады. Менің каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Раушан.